жәбірленушілер тарапынан моральдық шығын өтемақысын өндіру. Азаматтық талап арыз ба? Азаматтық талап арыз. Жақсы, жариялаңыз. Құрметті сот, енді осы жасалған қылмыспен жәбірленушілерге қаншалықты моральдық зиян келтіргенін ешкімге түсіндіріп айтудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Сондықтан не талап ететінімізді жария жасасам бола ма? Болады. Кімнен? Кімнен қанша мөлшерде? Қанша мөлшерде? Жақсы. Кімнің атынан беріп отырғаныңызды? Қай жәбірленушінің атынан беріп отырғаныңызды, кімнен талап ететініңізді айтып өтсеңіз. Бірінші тармағы Шынасыл Абзал Нұрғалиұлынан Нұрымов Қаужаубай Полатовичтің пайдасына ұлының жерлеу рәсіміне қатысты жұмсалған шығын өтеуі ретінде 2.794.000 теңге мөлшерінде соманы өндіру. Материалдық шығын. Екінші, Шынасыл Абзал Нұрғалиұлынан және Сакиев Равиль Магомедовичтен ортақтастырып үлестік. Мен сізден кешірім сұрайын. Көшірмесін қорғау тарапына берсеңіз. Бар ма көшірмелері? Әр қайсысы сотталушыларға қайсысына талап арыз келтіріп отырсыз, және қорғаушыларына көшірмелерін. Электронный вариант берсек бола ма? Енді олар WhatsApp-тарыңызға. Шығарып береміз, құрметті сот. Біз сот кабинеті арқылы қазір ғана біз аяқтап жібердік, сондықтан үлгермедік. Жақсы. Қалысаңыздар, бір-бірінен ұстатамыз. Квитанцияны бәрі сот кабинеті арқылы жібердік. Ол жерден көрсеңіздер болады. Және оның несін түпнұсқасын алып келіп сотқа ұсынамыз. Тыныш. Құрметті чатқа жіберсеңіз электронный. Жақсы. Жалғастыра беріңіз онда. Нұрымов Қаужаубай Полатовичтің пайдасына қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірілген моральдық зиянның өтелуі ретінде 100.000 миллион теңге мөлшері өтемақысын өндіру. Оқыдым ғой жаңа. Жоқ, сіз екеуі бар. Мүліктікті оқыдыңыз. Содан кейін екіншіден бастап оқып жүріңіз. Екіншіден. Құрметті сот, мен әріптесім берейін. Екінші, моральдық өтемақы ретінде Шынасыл Абзал Нұрғалиұлынан және Сакиев Равиль Магомедовичтен ортақтасқан үлестік түрде, яғни солидарный порядка, Нұрымов Қаужаубай Полатовичтің пайдасына қылмыстық құқық бұзушылықта келтірілген моральдық зиянның өтеуі ретінде 100 миллион теңге мөлшерінде өтемақы өндіруді. Яғни әрқайсысына шаққанда 50 миллион теңге деп есептеп отырмыз. Үшінші, Шынасыл Абзал Нұрғалиұлынан және Сакиев Равиль Магомедовичтің ортақтасқан үлестік түрде Бишимбаева Гүлбара Аспекованың пайдасына қылмыстық құқық бұзушылық келтірген моральдық зиянның өтеуі ретінде 100 миллион теңге мөлшерінде өтемақы өндіруді. Төртінші, Шынасыл Абзал Нұрғалиұлынан және Сакиев Равиль Магомедовичтен ортақтасқан үлестік түрде Бишимбаева Гүлбара Аспекованың кешіңіз екірет айтып көтімін. Кімнің? Қадырова Жұмабекова жолдасының пайдасына қылмыстық құқық бұзушылық келтірген моральдық зиянның өтеуі ретінде 100 миллион теңге мөлшеріндегі өтемақы өндіруді. Содан кейін Белғожаева Шыңғыс Айдосұлы, Әскентай Дархан Баялханұлы, Ильяс Нұрқияс Сөйлетбекұлы, Тоқтаубаева Азамат Маратбекұлы, Тоқтаубаев Нұрбалат Маратбекұлы, Қалихмет Дидар Еркінұлынан ортақтасқан үлестік түрде Нұрымов Қаужаубай Полатовичтің пайдасына қылмыстық құқық бұзушылық келтірген моральдық зиянның өтеуі ретінде
әрқайсысынан 20 миллион, жалпы сомасы 120 миллион теңге мөлшеріндегі өтемақы өндіруді сұрап отырмыз. 7. Белғожаев Шыңғыс Айдосұлы, Аскентай Дархан Байалханұлы, Ильясов Нұрқияс Төлепбекұлы, Тоқтаубаев Азамат Маратбекұлы, Тоқтабаев Нұрбол Маратбекұлы, Қалиахметов Дидар Еркінұлынан ортақтасқан үлестік түрде Бишимбиева Гүлбарам Аспекон пайдасына қылмыстық құқық бұзушылықтан келтірілген моральдық зиянын өтеу ретінде әрқайсысына 20 миллионнан, жалпы сомасы 120 миллион теңге мөлшеріндегі өтемақы өндіруді сұрап отырмыз. 8. Белғожаев Шыңғыс Айдосұлы, Аскентай Дархан Баянханұлы, Ильясов Нұрқияс Төлепбекұлы, Тоқтаубаев Азамат Маратбекұлы, Тоқтаубаева Нұрбол Маратбекұлы, Қалиахмет Дидар Еркінұлынан ортақтасқан үлестік түрде Қадирова Жұмабекова жолдасының пайдасына қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірген моральдық зиянның өтеуі ретінде 120 миллион теңге мөлшерінде өтемақы өндіріп беруді сұраймыз. Қосымша ретінде жерлеу рәсіміне кеткен квитанция түбіртектер тіркелді сот кабинеті арқылы. Сонымен қатар біз моральдық зиян жан азабын шеккендігін психологиялық зерттеу қорытындысымен негіздеп отырмыз. Яғни бұл психологиялық зерттеу қорытындысы 57 нөмірлі біз сот кабинеті арқылы сотқа ұсындық қоймыз. Рахмет. Түпнұсқалары бар ма? Түпнұсқасы қазір бар. Жоқ, жаңа квитанцияларыңыздың. Квитанция қазір біз өзімізде жоқ. Біз сот кабинеті арқылы түпнұсқаларын жібердік. Сот кабинеті арқылы қалай жібердіңіз? Көшірмесін. Көшірмесін, сотқа түпнұсқасын беру керек қой. Ол енді не кәсіби қосымшасы ретінде кеткен ғой. Біз оны ала алмаймыз. Жақсы, беріңізші сотқа онда. Құрметті сот, фискальный чектерін требовать етуіміз керек біздер. Жақсы, осыған байланысты азамат талап арыз келтіруіне байланысты сот қазір үзіліс жариялайды. Жәбірленушінің өкілдері қорғау тарабына көшірмелерін беріп, сіздерге соған байланысты алып дайындап алу үшін жарты сағат уақыт. Тұруларыңызды сұраймын.